Assalamualaikum dostlar. Amansızlarma. Men sizlerge bir nerede faydalı kеңес айтайын деп отырмын. Керектеріңе жарап қалуы мүмкін. Мынау зейл мәшинелер. Аккумуляторы қайтып қалған. Түнімен тұрғанда. Күн салқын. Сол енді тез арада асығыстықта зарядтап алуға көрсетейін деп отырғаным. Мынау сварочный аппарат, мінекей. Аккумуляторыңыз неше амперлік болса, соған қарайластырып жақындатып қоясыз. Міне менікі 75-тік, соған 70-ке қойып қойдым. 5 минут 10 минутта тез арада зарядтап аласыз. Ешқандай қорқудың керегі жоқ. Басына айырып қойып, минусын минуске, бер жақты плюске бересіз. 5 минутта ешқандай да қайнап та кетпейді, еш жаңағындай замыкание болады, бірдеңе жарып жібереді деп қорқудың керегі жоқ. 60-қа қойсаңыз да, 65-ке қойсаңыз да, әйтеуір аккумулятордың амперінен төменірек қойсаңыз болады. Міне маса айырып отыр. Қазір 5 минуттан көреміз. Сол кезде түсірермін. Қыздырғанын көрсетемін. Ешқандай қорқудың керегі жоқ. Так, мінекей жігіттер, жаңа алымда 5 минуттай қойып едім, аздау болған екен. Енді 10 минут, тастай 10 минут қойдым. Сәл 10 минут дегенде сәл азайттым, жаңа 70 еді ғой. Енді 66-ға қойдым енді. Енді байқап көреміз. Сварочный аппаратты мінекей айырамыз. Аккумулятордың минусын айырамыз. Общий айырып тастаймыз енді. Бұл қызар деген 10 минут қойғасын. Қызбауы мүмкін емес деген неменен істеп жатырмын. Тағы да мінекей көреміз. Бісміллә деп. Көрдіңіз бі қалай қылып қуғанын. 10 минут қойғанда кәдімгі қызбасына қойбай улатып жүреді. Өзі заряд береді, мінекей заряд беріп тұр. Просто аккумулятор ескілеу отыр. Бұл да асығыс жұмысқа ерте шығатын жігіттерге как раз соған өте қолай. Бір темекі тартқанша заряд ала қояды. Тек аккумуляторыңның амперінен асырмауың керек. Сау болыңыз, машинаңыз бұзылмасын.